Күндеріңізге сәттілік болсын. Бүгін біз сіздермен бірге секерді өте жұмсақ етіп қайнату жолын үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Және де осы секерді қатыру үшін бізге керекті заттар: кунжут керек болады. Кунжутты қуыру үшін бізге таба керек, және де өлшейтін весыйымыз керек. Қаймақтан тек қана кубанский түрі қажет болады. Секерімізбен және де араластырып отыратын кепкір қасығымыз керек. Бірінші құрғақ табамызға кунжутымызды салып, отқа қойып, қызарғанша қуырып аламыз. Кунжутымызды қуырып алғаннан кейін өлшеп кубанский қаймағымыздан қосамыз, және де секерімізді қосып, екеуі бір келгі масы болғанға дейін жақсылап тұрып қазанымызға салып араластырып аламыз. Қаймақ пен секерімізді жақсылап араластырғаннан кейін отымызды қатты қойып қайнатамыз. Және де қайнағаннан кейін қуырып алған кунжутымызды қосамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Міндетті түрде оттың асты қатты болу керек, және де кепкірмен араластыра беру керек. Түбі жабысып қалмас үшін өте тез дайын болады. 20-25 минут қайнап, сарғыш түске енген кезде дайын болады. Видеоның соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Секеріміздің дайын болғандығы осындай қоюлыққа жеткен кезде бетінде көпіршіктері тартылып, жабысып, сарғыш түске енген кезде біздің секеріміз дайын болғаны. Отымыздан түсіріп, қазанымыздағы секерімізді табаға құямыз. Осымен біздің секеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.